ұлағатты орда, өнегелі орда, құтты мектеп, киелі қара шаңырақ. Ыбырай мектебіне 140 жыл. Қара шаңырақ 2000 жылы мемлекеттің дарынды балаларға арналған мектептерді ашу туралы бұйрығына сәйкес Ыбырай Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты статусын алды. Тарих таразысына тартатын болсақ, осы аралықта қол жеткізген жетістіктер аз емес. Жасалған жұмыстың бәрі білім сапасын арттыруға, яғни білім берудегі жаңа технологияларды енгізе отырып, жас ұрпаққа сапалы білім беруге негізделеді. Соның нәтижесінде мектептің жаңашыл ұстаздары шығармашылығымен айшықталды. Түрлі білім бәйгесінде бәсі жоғары болды. Педагогтарымыз жыл сайын облыс, республика көлеміндегі сайыстардың жүлдегерлері атануда. Атап көрсететін болсақ, үздік авторлық бағдарлама, дарынды балаларға арналған талантты ұстаз, үздік тарих пәнінің мұғалімі, мектептегі тарих, дәстүрлер мен инновациялар байқау жеңімпаздары. 2022-2024 жылдар аралығында ұстаздарымыз республикалық деңгейде үздік педагог 2022, үздік авторлық бағдарлама, дене шынықтыру пәнінің үздік мұғалімі, дарынды балаларға арналған талантты ұстаз байқауларының баш жүлдегерлері атанды. Мектеп оқушыларының республикалық олимпиадасындағы жоғарғы көрсеткіштері үшін 2011-2013 жылдары ең үздік олимпиадалық мектеп атанды. 2023-2024 жылдар қорытындысы бойынша жалпы білім беретін пәндерден республикалық олимпиадаға қатысқан мектептердің рейтингі бойынша білім ордамыз 100 үздік олимпиадалық мектеп тізіміне енуде. Осы мектептен білім нәрін алып, көктеп талай жас шыбықты тамыры тереңге жайылып, бәйтерекке айналғанына бар тобыл жұртшылығы куә. 140 жылда талай ұрпақ білім алып, тәрбие көріп, болашаққа қадам басып, республиканың экономикасына, мәдениетіне, саясатына үлесін қосуда. Білім мен ғылымның алтын арқауына, болашақтың бастауына айналған алтын ұяның 140 жылдық мерейтойы құтты болсын.